3 сыныбында Ақжелкен журналына алғаш рет шыққанда қатты қуанғам. Бұл жігіттердің де шабыттарының желкенін желгернеп алғашқы шыққан әндері халықтың көңілінен шығып жатыр. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, эфирде Хит Зауыт бағдарламасы және бүгінгі шығарылым 3. Мен Рамазан Амантай, бүгін біздің қонақтар жас сазгер, жаңа талап жас буын Өмірзақ Махамбетов пен сазгер, әнші Әділет Жауғашар. Біз бастаймыз. Мәскеуде бір күнде тұрғызылмады дегендей, біздің студиямызда, бағдарламамызда, декорациямызда әр сан сайын көркейіп, көркемденіп, әрленіп келе жатыр. Құрметті достар, Өмірзақ Махамбетов деген мына жігіт, ақ футболкадағы, Әділет Жауғашаров деген мына жігіт, сұр футболкадағы. Бүгін енді еркін киініп келіпті демессіздер, сіздерге еркелеп келген шығар. Ал енді жігіттер, қалдарың қалай, көңіл күйлерің қалай? Күшті, керемет. Рахмет, қысқа нұсқа жауап беріп отырайық. Өздеріңіз жайлы қай жердің тумасысыз? Мен жалпы осы қазіргі Түркістан облысы Шымкент қаласында дүниеге келдім. Аха, бәрекелді. Сіз? Мен Қызылорда облысы Арал ауылында. Өскен жеріңіз? Шымкент қаласында. Аха. Нормально бір шаруа бастай қалсаң қыстырылса кететін южандар көп дегендей, бұл кісілер де Шымкенттің тумалары екен. Енді құрметті жігіттер, сендерге бір сұрағым бар. Жалпы заңсыз туған балаға қалай қарайсыңдар? Шынайы жауап берейік. Заңсыз туған балаға дұрыс жағынан дұрыс қой. Қарсымыз. Қарсымыз. Енді ашып айта аласыңдар ма осы жақ? Заңсыз туған бала деген шлей емес, Атыңыз айтып тұр ол заңсыз. Дұрыс, бұл сіздердің адамгершіліктеріңізді тексеру мақсатында қойылған сұрақ болатын. Енді жігіттер, шөлдеп отқан жоқсыздар ма? Сәл шөлдеп отырмын. Шөлдеп отқан болсаңыздар, диванның артында стакан бар. Стаканды алсаңыздар, диванның артында. Алсаңыз, бұрылып алсаңыз. Сіз өзіңіздікін алыңыз. Су қойып берейін. Су ішіп отырыңыздар. Көп емес, кішкене ауыз жібіп отырсаңдар болады. Бәрін ішіп қоймаз, Жігіттер, болдыңыз ба? Жігіттер, енді біз жаңа амандасқанда, біз амандаспаппыз да тіпті. Сіздер халықпен дұрыстап амандаспапсыздар. Негізі қазақ халқы өздеріңіз білетіндей, ассалаумағалейкум деп жаңа қолдарын мына кеудесіне қойып, жүрегіне қойып, жүрегімді бердім деп амандасады. Сөйтіп, сондықтан сіздер де халыққа орындарыңыздан тұрып, жаңағы бүйтіп былай ассалаумағалейкум деп амандассаңыздар. Ассалаумағалейкум. Дұрыс емес. Орындарыңыздан тұрып, кәдімгідей қалдықтар. Ассалаумағалейкум. Қазақ еді ба? Былай ма? Отыр. Ассалаумағалейкум. Бәрекелді. Өте жақсы. Жігіттер, келесі сұрақ. Енді қанша әндеріңіз жарық көрді? Қандай әндер шығардыңыздар? Біраз әндер шығады, көптеген қатты көп емес. Біраз орындалып жүр ғой. Алғашқы әндердің бірі деп айтсақ болады. Жанның дәрігері деген Өмірзақ Махамбеттің әні. Ернар Айдар айтып жүріп жатырмын. Әндері бар, сәлем деген, моншақ деген, 17 деген ән бар. проблема жоқ деген. Проблема жоқ. Ауа райы, махаббат. Көп қой әндер. Тағы да әндер бар. Махаббаттан да жоғары. Махаббаттан да жоғары деген әндер. Көкірегім сайрап тұр, Құдай тілді байлап тұр деген осы шығар ағайын. Ал енді құрметті сазгер мырзалар, енді сіздер шабытты қайдан аласыздар, шабытты? Шабыт жағына келетін болсақ, шабыт әркім әртүрлі алады. Біреу плагиатқа алады, біреу өзгертіп алады. Енді бізге деген... Ол шабыт емес, ол қорлық деп аталады. Сіздер шабыт деп аласыздар. Енді мысалы өлең деген туады қайшылықта дегендей, сіздер бір қандай бір қайшылық сәттер болады. Кейде мен өзім, жалғыз өзім, отырған кезде, жатқан кезде, ойланған кезде. Дүкенге барған кезде дейсің. Дүкенге барған кезде, дүкен демекші, дүкенге бара жатқан кезінде. Қай бір кездер Өмірзақ Махамбет дүкенге бармай ма? Содан енді дүкенге барып келе жатқан кезде мен сенің патриотыңмын деген ән шыққан. Қазір енді Ернар Айдар ағамыз айтып жүр, оны махаббатымсың деп аталады. Әндеріңіздің тарихы өте қызық екен. Енді шабыт деген солай келіп отыр. Так, келесі сұрақ, бұл сұрақ емес, көбінесе бұйымтай дегенге келеді, қонақ кәдет дегенге келеді. Қолдарына қара гитарасын алып, сіз бір
әуелеп ән салып жүрсеңіздер өздеріңіздің туындыларыңыздан. Өз-өзіңді жеңбей, жеңеріңе сенбей, арманға жетуге жетпей жүрдік деңгей. Күйзелесің күнде өмір сүргің келмей, жабырқама босқа елдің бәрі сендей. Арыздарым қанша күліп жүре берем, қайғысы жоқ жанша. Проблемалар бар деп уайымдама сонша, шешіледі бәрі, шешілетін болса, шешілмейді бәрі, шешілмейтін болса. Ой, бәрекелді! Өте керемет, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Құрметті достар, құрметті жігіттер, енді бір ойын бар. Екі банан. Екі жігітке екі банан берейін деп тұрмын. Осы бананды кім бірінші тауысып бітіреді, соған бір тілім шоколад беремін. Ол жеңді деген сөз. Ал кім тауыса алмай ұтылып қалады, соған мен бір тілегімді айтамын, соны орындауға тиісті. Кестік па? Кестік қой, ә? Давай. Алыңыз. Бірінші сазгер Әділет Жауғашаров өзінің бананын бірінші болып тауысты. Ендеше сізге бір тілім шоколад. Толық шоколадты берейін десек, біздің бағдарламаның спонсирование әлі аз. Сіз күте тұрайық. Жеп қалдың ғой сен. Жеп ала ғой. Бәрекелді, жеңісіңіз құтты болсын Әділет мырза. Су ма? Жүйілдің ау бала. Құйып берейін ба? Көп қоймаңыз. Біз тағы да қонақтар келеді қазір. Үнімді өлтірді ма? Қақпағын бересіңіздер, қақпағы да керек болады. Рахмет. Құрметті достар, бүгін қонақтар менің өмірдегі өнердегі досым болғандықтан кейбір сырын ашуыма тура келеді. Бізде бүгін Өмірзақ Махамбетов жеңілді. Яғни сіз менің кез келген өтінішімді, тілегімді орындайсыз, дұрыс қой? Орныңыздан тұрыңыз, камера жағынатамыз. Көкірегіңізді көрсетіңізші. Қараңыздар. Көкірегіңізді көрсетпесеңіз көкірек келген деп айтады ғой кейін. Көкірегіңізді көрсетіңіз. Қалай көрсем? Иә. Көрдіңіздер ме, құрметті ағайын? Өмірзақ Махамбетов өзінің композитор екенін көкірегіне жүн шыққаннан бастап байқады. Жігіттер көп рахмет. Қазақ өзі қалжың бас халық, бір-бірімен қалжыңдасу мұсылмандарға да тән қасиет. Сондықтан қазақ екенімізді, мұсылман екенімізді дәлелдеп қалжыңдасқанымыз бар. Енді соңғы сұрақ емес, ойын деуге көбірек келеді. Мен қойған сұраққа өтірік жауап бересіздер. Жарай ма? Кеттік. Темекі шегесіздер ма? Иә. Шекпейміз. Шегем. Шегесіз ба? Аха, бәрекелді. Үйленгенсіздер ма? Иә. Үйленгенсіз. Аха. Жалпы қарттар үйіне қалай қарайсыздар? Жақсы қарайсыздар ма, жаман қарайсыздар? Өмір сүре берсін өздері енді. Аха. Таңдаған жолдары сол шығар. Аха. Қазір осы заманда оқымаған, сауатсыз, жаңағыдай нота танымайтын көптеген композиторлар бар. Сіздер өздеріңіз оқығансыздар ма? Мен оқығам. Қатты оқығам. 5 жыл оқыдым. Мен өмір бойы оқып келатырмын, әлі оқып келатырмын. Тағы да оқимын. Бәрекелді. Енді соңғы сұрақ. Ата-аналарыңыз сіздерден талап етсе, өнер жолын қойыңдар, ауылға қайтыңдар деп. Сіздер қайтасыздар ма? Қайтпаймыз. Жоқ, қайтпаймыз. Бәрекелді. Біздің бағдарламамыз осымен соңына таяп қалды, құрметті жігіттер. Керемет сұхбаттарыңызға рахмет.
өнерлеріңіз өрге жүзе берсін, әндеріңіз ғасырлық әндер болсын, 2 ғасырлық, 2,5 ғасырлық әндер болсын. Ұрпақтарға өздеріңіздің әуезді әндеріңізбен іздеріңізді қалдыра беріңіздер. Келгендеріңізге көп рахмет. Шоколадты алып кетіп жеп жүрсеңіздер болады. Өткен әндеріңіз арзан екен, қалжың ғой. Курткаларын бере саласыз ба? Курткаларыңыз міне. Гитараңыз чехол сыртта тұр. Жақсы. Құрметті достар, сіздерге көп рахмет. Бізбен бірге болғандарыңызға. Хит зауыт бағдарламасының 3-ші саны осымен тәмам. Толқымалы өмірде толқымай өмір сүрейік. Так, брат, кеңіздеші кетер. Қайтып. I'm sorry. Бұл кісілерден, мына жерде тұрған постановкаға шейін. Бұл кісілерден тағы бір ән тыңдамасақ айып болар. Енді өзіме қатты ұнайтын ән Төреғали Төрәлінің орындауындағы керемет ән. Әні Өмірзақ Махамбетов. Сөзі керемет ақын Рамазан. Жарайды. Сол әнді орындап берсеңіздер 17 қарсы алыңыздар. Аруларға гүлап, мінезіне шыдап, күлімдесе соған қуанған, апаратын айға сезімдерім қайда, 17-де жоғалтып алған қайда жүрегім, қайран 17-ім менің. Ой, бәрекелді, не деген керемет ән. Енді жігіттерге тағы бір тамаша сыйлығымыз бар. Бұл қайшы, жай қайшы емес, көптеген жұлдыздар тырнағын алған қайшы. Сіздердің де тырнақ алды туындыларыңыз осы тырнақ алғышпен шыға берсін. Жақсы тамаша әндеріңіздің тұсауы осы қайшымен кесіле берсін. Жақсы, аман сау болыңыз. Енді тошы шақырмайды. Құрметті Panorama Records парақшасының жанкүйерлері, сіздерге тек сәттілік жолдаймыз. Егерде сіздерге сапалы ән, сапалы дүние керек болса, біздің студиямызға шақырамыз. Ән керек болса, сіздерге де хабарлассаңыздар болады. Және де парақшаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздерге сәттілік, жұмыстарыңызға табыс. Күлімдесе соған қуанған, апаратын айға сезімдерім қайда, 17-де жоғалтып